Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті химия және химиялық технологиялар кафедрасы флотациялық реагенттер және олардың қолданылуы пәні. Біз бірінші дәрісімізді жалғастырамыз. Бірінші дәрісіміздің тақырыбы флотация реагенттерін тағайындау және олардың классификациясы. Курс авторлары техника ғылымдарының кандидаты доцент Акимбекова Бақыт Базыловна, аға оқытушысы Амирхан Алма Амирхановна. Пульпаның сұйық фазадағы флотореагенттерінің күйі. Поликомпонентті және полидисперсті қатты фазадан және күрделі құрамды сулы ортадан тұратын флотациялық пульпаға флотореагенттерді енгізу сұйық фазада және фаза аралық беттікте көп тәріздес үрдістердің пайда болуына келтіреді. Аз мөлшерлі концентрациясымен жұмыс ерітінді ретінде реттеуіштерді реагенттерді пульпаға енгізеді. Тек қана жеке реттеушілерді, мысалы иониттерді дәнді ретінде, ал ізбесті суспензия түрінде пульпаға қосады. Флотациялық пульпаның сұйық фазасы мен реттеуші реагенттердің әрекеттесу үрдістері келесі. Қосылған реттеушілердің еруі және диссоциациясы, жаңа қосылыстардың, соның ішіндегі тұнба пайда болатын коллоидты және жуан дисперлі бөлшектерден өсетін ұрықтардан қиын еритін қосылыстардың пайда болуын келтіретін рудалы пульпаның сұйық фазасының иондық және молекулалық құрамы мен басқа топқа жататын реагенттермен химиялық реакциялар. Қатты фазаның бетіндегі және ерітінділердегі иондарының алмасу сорбциясы, молекулалық комплекстердің бетіндегі молекулаларының және иондарының сорбциясымен байланысқан басқа топтағы қиын еритін реагенттерінің мицелла құрауына әсері. Рудалы суспензияның сулы фазасында еріген қосылыстарымен соның ішіндегі көп реакцияға қатысатын басқа топқа жататын реагенттермен флотореагенттердің және олардың гидролизі мен диссоциациясының өнімдерінің реакциялары жоғарғы қарастырылған үрдістердің ішінен ең маңыздысы болып келеді. Кейбір минералды және олардың топтарын активтендіруге немесе депресперлеуге әкелетін көп тәріздес үрдістерінің физикалық салдары флотациялық үрдісінің жүруіне маңызды әсерін тигізеді. Ерітінді компоненттерінің күйін және құрамын өзгеруіне келтіретін сұйық фазадағы модификаторлар әсерімен өтетін химиялық реакцияларға жататындары. Флотацияның тиімділігін және селективтілігін төмендететін иондарды флотацияға әсерін тигізбейтін иондарға алмасу арқылы жою. Сұйық фазада еріген қосылыстардың иондық құрамын және ион молекулярлық қатынастығын өзгерту, тұрақты еритін комплексті қосылыстарды құру. Пульпаға иониттерді қосу, содан кейін оларды алып тастау арқылы бірінші типті реакциялар жүзеге асады. Натрий немесе сутек иондарын көп валентті катиониттарға алмастыратын жиі натр катиониттар, кейбір жағдайда H катиониттар қолданылады. Осымен жинағыштарға және қатты фазаның беттігіне әсерін тигізетін көп валентті катиондарынан пульпаның сұйық фазасын босатады. Сульфидті кендерінің флотациясы кезінде пульпаның иондық құрамын реттеу үшін соңғы кезде иондық алмасу реакцияларды қолданады. Кендерді дайындау үрдісінде және сульфидті минералдарының флотациясы кезінде тотығатын және табиғи тотыққан мыс минералдарының еру нәтижесінде сулы ортада мыс иондары пайда болуымен полиметалды сульфидті кендерінің флотациясының селективтілігі бұзылуы байланысты. Сфалерит, пирит және басқа минералдарының бетіне мыстың сорбция нәтижесінде мыс ионының аз мөлшерлі концентрациясының әсері арқылы сульфгидрилді жинағыштармен өтетін флотацияның селективтілігі бұзылады.
бұзылады. Келесі, осы сілтілердің, қышқылдардың, әлсіз қышқыл тұздарының әсерімен сұйық фазада екінші типті реакциялар өтеді. H+ және OH- иондарының концентрациясын өзгертіп, қышқылдар мен сілтілер пульпаның сұйық фазасына жоғарғы дәрежеде әсерін тигізеді. Сұйық фазаның күрделі ион молекулалық құрамы мен модификаторларының басқа типті реакциялары бұл қиын еритін қосылыстар пайда болуымен байланысты қосылу немесе алмасу реакциялары жүреді. Негізгі ионды ковалентті немесе координациялық байланыстарының біреуі қосылу реакциясы өткенде пайда болады. Барлық осы реакциялардың маңызды болып есептелінетіндері ол әрекеттесетін элементтердің жақындауына әсер ететін диффузия, адсорбция, химиялық байланыстың пайда болуы, құрылған қосылыстардың дисорбциясы. Пайда болатын қосылыстардың тұрақтылығы осы этаптардың қатынастылығымен анықталады. Осы этаптардың, жаңағы этаптарды айтып кеттік қой, адсорбция, құрылған қосылыстардың дисорбциясы, химиялық байланыстардың пайда болуы арасында көпіршіктер және әрекеттесетін элементтердің жақындауына әсер ететін диффузия. Міне осы этаптар анықталады. Енді, құрметті студенттер, біз сіздермен келесі дәрісімізде осы дәрісте біз сіздермен пульпаның сұйық фазадағы флотореагенттерінің күйімен танысқан болатынбыз. Енді біз осы дәрісті жалғастыра кете, біз келесі сабақта сіздермен флотацияның түрлеріне жалпы шолу жасап кетеміз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.